Маңыз. Ал қазір қымбатты көрермендер, студиямызға алғашқы қонағымызды шақырудың реті келіп тұр. Қарсаңыздар республикалық текті сөздің төресі, терме жыршылар байқауының гран-при иегері, халықаралық жыршылар байқауының бірнеше дүркін жеңімпазы, кәсіби жыршы Күнсұлу Түрікпен. Қарсылайық ендеше қонағымызды Күнсұлу Түрікпен. Келіңіз, төрлетіңіз, қайырлы таң. Жақсы ма? Жақсы. Ұйқыңыз қанды ғой? Деп барлық қонақтардан біз сұраймыз. Өйткені таңғы хабар болғаннан кейін таң атпай тұру керек болғасын, е? Күнсұлу, жалпы ара түрі осы теледидар арқылы сізді көріп тұрамыз, жалпы көрермендерді көріп тұрады. Қазір сіз қай қалада тұрып жатсыз? Қазір осы Нұр-Сұлтан қаласында осында жұмыс ауыстырып, бір айдан бері осындамын қазір. Қазақконцерт мемлекеттік ұйымында кәсіби жыршы қызметінде жұмыс жасап жатырмын. Сіз осы жырға қанша жасыңызда келдіңіз? Осы жыр айту деген екінің бірінің қолынан келе бермейтін бір күрделі өнер. Әрине, не термеледі сонда? Және оған жыршылар деген жай ғана енді бұл кішкене әншілерден күрделірек, тарихын білу, оқу, оның үстіне жаңағы оны орындау, мәнері, оның үстіне осы Қызылорда жақтағы сіздер қай мектептің жалғастырушысыз? Біз сыр мектебі дейді Қазақстан бойынша, бірақ сырдың өзінде де белгілі 3-4 мектеп бар. Соның? Жиенбай мектебінің оқиды. Жиенбай мектебінің жалғастырушысы. Бұрын енді жыршылар 3 күн, 3 түн жырлайтын еді ғой. Сізден сұраға бола ма? Біздің заманымызда деген сияқты айттыңыз ғой. Сонда қанша уақыт бойы жырлай аласыз? Түні бойы жырлай аласыз ба деп сұрауға бола ма? Болады. Сіз қанша уақыт тыңдай аласыз? Сонша жырлайсыз. Ендеше 2,5 сағат бойы жырлаңыз. Бұл жерде жыршы мықты емес, тыңдаушы мықты болу керек қой. Түсіну керек қой енді өнерді. Осы ұстаздарыңыз жөнінде айта тұрыңызшы. Сізді осы өнерге баптаған, осы жыр мектебінде сізді осы өнердің бір тұңғиығына сізді сусындатқан ұстаздарыңыз кім сізді? Алғашқы ұстазыңыз болса. Және алдыңғы сұрақтарыңызға да жауап беріп өтейін. Менің ең бірінші, ең алғашқы ұстазым ретінде мен өзімнің ата-анамды айтамын. Себебі осы өнерге тікелей келуіме себеп болған өзімнің әкем Түрікпен, анам Қалимаш. Осы кісілердің арқасында міне осы өнердің жолын таңдап, күні бүгінге дейін осы өнерде өзінің хал-қадірінше насихаттап келе жатырмыз. Енді жаңа үлкен себеп болады деп айтып жатырсыз ғой, әрине себепсіз шөлмекте сынбайды дейді ғой. Өзімнің әкем кезінде жыр айтқан, Бидас ағаларымыздың, Көшене Рүстембеков секілді үлкен ағаларымыздың жанында жүріп, сол кісілермен бірге дәмдес болып, қасында жырын тыңдап, сондай енді бір жаңағы үлкен көлемді жыршы болмағанмен, бірақ енді сізге өнер әкеңізден дарыған екен. Иә, әкемнен дарыды. Міне ұстаздарым, одан кейінгі ұстаздарым ретінде Алмас Алматов ағамыз, өздеріңіз білетін, Бидас Рүстембеков ағаларымыз, Руслан Ахметов ағаларымызды, Серік Жақсығұлов ағаларымызды, және университет қабырғасында бізге тәлім берген Шолпан Бейімбетова секілді апайларымызды ұстаз ретінде танимыз. Енді осы жалпы осы жыршылық мектептің насихаттаушысы да, оның тыңдаушысы да осы еліміздің бір белгілі бір бөлігінде ғана секілді көрінеді маған. Осы Сыр өңірінде және Маңғыстау өңірінде. Қалған аймақтарда осы жыршылық дәстүрдің, осы мектептің насихатталуы, олардың тыңдармандары қай деңгейде? Әлде мен қателесіп тұрмын ба? Негізі сіз қателесіз. Қазақта жақсы сөз бар ғой, түйенің өзі бар да ізі жоғалмайды деген. Біз жоқ деген сөздің орнына, мен ойлаймын, біздің ұстазымыз айтатын еді, Алмас ағамыз, жоқ деген жердің орнына бардың шырағын әрқашан алып жүріңдер деп. Сондықтан қазір тыңдаушы да, айтушы да тек ол Сыр мен Маңғыстау өңірінде ғана деп кесіп айтуға болмайды. Бірақ расымен де сол екі өңірде берік сақталған. Ал бірақ мынау Қарағанды өңірлерінде де, Арқа өңірінде де, Жетісу өңірінде де жыршылықтың туы кәдімгідей қалыптасқан, ізінде орындаушылары бар, насихаттаушылары бар. Атап айтып отырайықшы онда осылай. Мектеп өкілдерін. Қазіргі насихатшысы, біле отырайық. Қарағандыда кім, Жетісуда кім, Арқалықта кім? Қазіргі насихатшылар қатарында Жетісуда, мысалға Қабан, Кенен,
жамбыл аталарымыздың жырларын орындап жүрген қазіргі таңда Ерболат Шалдыбеков ағаларымыз бар, Ахан Әбдуәлиев ағаларымыз бар. Олардың ізінде қаншама шәкірттер бар. Консерватория қабырғасында тәлім алып жатқан қаншама біздің талантты шәкірттеріміз бар. Және Қарағандыда, мен өзім жақында Қарағандыда Бұхарекең жырлайды деген үлкен республикалық конкурста қазылар алқасында болдым. Сонда көзімнің жеткені 5 жастан 20-24 жасқа дейінгі аралықтағы жастар Бұхар жыраудың 90-ға жуық өлеңін жатқа айтты. Ол дегеніңіз дайын жыраулар. Яғни мақамсаз жағынан тәрбиелесе дайын жыраулар деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда бұл өнердің насихаты кемшін деудің орнына сол бір насихат жұмыстарын жақсы деңгейде жүргізіп, бір тетігін тауып, қалайда болғанда да сол жұмыстардың тізгінін жалғастыра беру керек деп ойлаймын. Мен де сөйтіп ойлаймын. Бірақ енді әншілік барлық елде де бар. Ал жыршылық ол біздің кәдімгі жауһарымыз, басқа елдерден енді айырмашылығымыз, бұл біздің қазынамыз, сондай ЮНЕСКО-ға бүйтіп көтеріп біздің бір басымызға ұстайтын бір тәжіміз секілді өнеріміз. Соның енді насихаты жағы деп айтқаным ғой. Мысалға Ерболат ағамыз Шалдыбекті, Ақан ағаларымыздың осы жыршылығынан көрі халық дәстүрлі әнші ретінде ол кісілерді басымырақ таниды. Енді жыршылық жағы насихаты кішкене біздің елімізде қалай болып жатыр деген сауал қойған едім, осы кәсіби жыршы келіп отқан екен алдыма. Тамаша. Жалпы шәкірт тәрбиелейсіз бе? Енді шәкірттің өзі ұстазым десе, тәрбиелеп жүрген шәкірттеріміз бар. Қызылорда өңірінде, бірақ мен белгілі бір мекемеде болмаса бір оқу орындарында дәріс бермеймін. Жеке келіп, үй жағдайында өздері қызығушылықпен келіп тәлім тәрбие алып жүрген студенттер бар. Үй жағдайында ғана, бірақ мектеп ашу ойыңызда бар ма? Енді ол болашақтың еншісіндегі. Менің көрсеткенімді үй жағдайында қайталамаңыздар. Домбыраңызды алып келіпсіз, бізге қонақ кәде сыйласаңыз. Қазір қандай жырдан үзінді тыңдаймыз ба? Енді бірінші бір қысқаша бір домбырамен тыңдап алсақ, соның кейін ортаға сізді шақыратын. Соны хабарлап жіберсем деп едім. Әрине. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз біздің сырдың бойында жыршылықпен қатар әншілік мектеп жақсы қалыптасқан. Сырдың әндерінің бір өзінің бір ерекшелігі, мақамдарындағы бір саз иірімдері өте ерекше, құрылысы да ерекше. Соның ізінде Ешіне Сал атамыздан біздің жалғасқан Мұзарап атамыздың ізінде Балмұша дейтін бір жақсы ән бар. Қазіргі көз көрген үлкен кісілеріміздің құлағында жақсы таныс ән деп ойлаймын. Қазіргі таңда бұл ән не себепті екенін білмеймін, бірақ халық ән деп айтылып жүр. Бірақ біздің сырдың бойында өз көз көрген үлкен орындаушылардың орындауында жеткен Мұзарап атамыздан осы Балмұшаны орындап берейін. Қандай? Алыңыздар. Балымша. Балымша. Досын сырттан дос емес, мақтамаса бір қатесін досының, сақтамаса балымша электрдің шамынша тіл алмайсың шалынсай. Бүгін тату болған ертең араз баз біреудің достығы. Таптамаша зибашай, қасыңның қара қиғашай, қатарыңмен сыйласай. Қалап алған досыңнан наз бедеу ат садаға сай шабының. Шаба алмаса күлән-ай, қалай болды бұл ән-ай, ойлаш қалқа шырағай. Мен тұс
үшін әнді шырқадым, гүл-гүл шайнап тұрғаным. Салған әнім балымша, электрдің шамынша, тіл алмайсың шалынса. Ай, бәрекелді. Беу шіркін. Тамаша. Тамаша. Қандай керемет. Осы әннен кейін Құдайым қызды маған үйіп берген деп ән шырқап Күнсұлу, жалпы өзің Әзербайжанда, Түркияда, Лондонда, Калмыкияда, Түркменстанда біраз елде болып қайтқан. Жалпы сол шетелдегі тыңдармандар осы Қалай жырды қабылдады, қабылдауы қалай болды? Не байқадың сахнада отырып орындап отқанда олардың реакциясы қалай? Басқа өнер түріне қарағанда біздің қазақтың осы ұлттық өнері, оның ішінде жыр, терме, дәстүрлі ән өнеріне деген шетелдіктердің көзқарасы да, ықылас ниеті де өте жоғары деңгейде. Қаншама сапарларда жаңа өзіңіз айтқан болып, сонда жаңаға концерттерде болғанымызда біздің байқағанымыз сол шетелдіктердің біздің өнерге деген бір үлкен жанарынан да, көңілінен де бір ықыласын байқадық. Оның ішінде мынау қазақтың жыр өнеріне, оның махам саздары, мынау біздің қасиетті қос ішекті аспабымыз домбыраға деген ол кісілердің махаббаты кәдімгідей бізді сондай бір үлкен тебіреністе қылды сол уақыттары. Тамаша. Тамаша, иә. Көп-көп рахмет, Күнсұлу, осы жыршылық дәстүрімізді насихаттап, осы шәкірттеріңіз тәрбиелеп, еліміздің өнерін өркендете беріңіздер. Шығармашылық табыс тілейміз. Студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп алғыс айтамыз. Өнерге сіздерге жүрсек, биік белестерді бағдыра бергенсіз. Иә, қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Break Free from Plastic табиғатты қорғау ұйымы әлемнің әр жеріндегі жағажайлары мен көшелерін қоқыстан тазартты. Бұл игі шараға 72 мыңнан астам ерікті қатысқан. Иә, 4 құрлықтағы